Әдетте адам бойындағы күйзеліс жүйкеге түскен салмақ мазасыздық тудырып, ұйқысыздыққа душар етуі мүмкін. Алайда бұл дерттің нақты себебін білу қиын. Ұйқы мәселесі бүгінде психолог, невролог, антрополог, әлеуметтанушы мамандардың зерттеу нысанына айналған. Әлемдік ғалымдар бірлесе келе полисомнография атты құрылғыны ойлап тапты. Полисомнография құрылғысы күрделілігімен ерекшеленеді. Мәселен, ұйқы циклін анықтайтын мына бір бөлшек нейромодульмен байланысады. Ол адамның жүйке жүйесіндегі ақаудың бар жоғын анықтайды. Ми толқындары мен бұлшық еттердің белсенділігін, қандағы оттегінің деңгейінде бақылауда ұстап тұрады. Ал аппараттың мына бөлігі тыныс алу жиілігін, жүрек соғысын зерттейді. Сондықтан мұның бәрі де маңызды. Әдетте бұл аппараттың көмегіне жүгінген науқас мұнда 12 сағат ұйықтауы шарт. Дайындалу үшін кемінде 4 сағат бұрын алкогольді ішімдік немесе кофеиннен бас тартуы керек. Себебі бұлар нәтиженің дұрыс шығуына кедергі жасайды. Бөлмедегі науқастың әр қимылы бейнебақылау камерасы арқылы дәрігердің жіті назарында болады. Жалпы аурудың көбі ұйқының бұзылуымен тікелей байланысты. Себебі ұйқы қанбаса гормоналды өзгерістер пайда болады. Осы аппараттың нәтижесінде біршама науқастардан қант диабеті анықталса, енді бірінен инсульт, жүрек және неврологиялық аурулар табылады. Оны біз ұйқы кезінде көздің жылдам немесе баяу қозғалу арқылы, пациенттің жеңіл немесе терең ұйқыдағы тыныс алу қиындығы, қорылдау деңгейі, дененің қозғалу жиілігі бойынша анықтаймыз. Бұл құрылғының елімізде қолданысқа берілгеніне бар болғаны 3 ай. Осы уақыт ішінде ондаған пациенттер өздерін толғандырған сұрақтарға жауап тапты. Құрылғының көмегіне жүгінген бүгінгі пациенттің парақ нәтижесі ертең таңертең белгілі болады. Полисомнография аппаратына жатқан науқастың парақ нәтижесі шықты. Белгілі болғанда ұйқысы бұзылған. Ол медицинада апноэ синдромы деп аталады. Яғни ұйқы кезінде тыныс алу жолдары баяулайды. Көп жағдайда 8-10 секундқа тоқтап та қалуы мүмкін. Бұл өмірге аса қауіпті, сондықтан науқасты сипап құрылғы көмегімен емдеу қажет. Оған шамамен 2 ай кетеді. Одан бөлек режим сақтау, уақытылы ұйықтау өте маңызды. Мамандардың пікірінше полисомнографияға жүгінетін азаматтардың басым көпшілігі күйзеліске түскен жастар. Сонымен қатар жасы 60-тан асқан қариялар екен. Жасым биыл 70-ке келді. Ұйқысыздық қатты мазалайды. Таңды көзімен атырған күндерім көп болды. Оны қартайғандықтың себебі болар деп жүре бердім. Кейін пульмонолог дәрігер құрылғының көмегімен нақты диагноз қойды. Қазір нәтиже парағы бойынша нақты ем қабылдап жатырмын. Әр азаматтың ұйқы жүйесін дәрігерге жиі тексертіп тұруы маңызды. Өйткені адам өмірінің 1/3 бөлігі ұйқымен өтетіні белгілі. Денсаулықтың қалыпты, көңіл күйдің көтеріңкі, жалпы жұмысыңыздың оң болуы осыған байланысты.